Саламатсыздар ма, YouTube каналының көрермендері. Бүгін сіздермен жемістер шайын демдеу тәсілімен бөлісеміз. Сонымен бізге керегі чайник, чай, теса чайы, бал керек, корица, сухой порошок қостым, гвоздика, жалбыз, алхоры, имбир, апельсин, лимон керек. Сонымен шайымызды демлейміз. Бірінші шайымызды саламыз, корицамызды саламыз, гвоздикаларды саламыз. 4-5 штук салдым. Имбирімізді майдалап шұқалап тураймыз. Лимонымызды, жарты лимон салдым бұл жерде. Апельсиннің жартысын салдым. 5-6 шелек салдым. Алхорның 3 штугын ғана салдым бұл жерде. Алхор қанша дегенмен, тәтті дегенмен қышқылдау дәмі шығады бұның. Мен енді үйдегі бар жеміспен істеп жатырмын. Мета жапырақтары, жалбыз, үстіне балымызды саламыз. Бір столовый ложку деп айтылады. Столовый ложку салдым. Міне осындағы бәрін салып, енді қайнаған суды үстіне құямыз. Жартылай құямыз оны. Үстін 4-5 минутқа жауып қоямыз. Демделу үшін, дәмі шығу үшін, еру үшін балдардың. Сосын қалған апельсинді үстіне салып, қалған қайнаған суымызды үстіне құйып, осылай демдейміз. Міне біздің шай дайын. Видеоның соңына жүріп көрген болсаңыз, ұнаса лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп отырыңыздар. Сіздермен бірге болған Лейла.